Бірінші бөлім – мәдениет, тіл және қарым-қатынас. Тыңдалым мәтінінің тақырыбы қазақ тілі, бай тіл. Қазақ тілі лексикалық қоры мол, көркемдік қуаты жоғары, ұлттық ерекшеліктерді сақтап қалған бай тіл. Оның байлығы тарихы тереңде жатқан мәдениет пен дәстүрлердің ықпалымен қалыптасқан. Қазақ тілінде бір ұғымды білдіретін сөздердің бірнеше синонимі бар. Мысалы, әдемі, көркем, сұлу, көрікті, ажарлы, сүйкімді. Қазақ тілі тұрақты сөз тіркестері мен мақал-мәтелдерге де бай тіл. Мысалы, тайға таңба басқандай анық деген мағынаны білдірсе, жүрегінің түгі бар тұрақты сөз тіркесі ер жүрек деген мағынаны білдіреді. Ал мақал-мәтелдердің мағынасы терең. Мысалы, білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Туған жердің топырағы да ыстық, отансыз адам, ормансыз бұлбұл, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Сондай-ақ қазақ тілінің дыбысталуы өте әуезді. Оған ұлттық әндеріміз бен күйлеріміз, жырларымыз дәлел. Қазақ тілінде халық ауыз әдебиетінің қоры да мол. Мысалы, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр. Бұл мұралар қазақ тілінің байлығын ғана емес, оның сақталу қабілетін де көрсетеді. Тапсырма. Мәтіннің тақырыбы қандай? Қазақ тілінің байлығы қалай байқалады? Мәтінде қандай мақал-мәтел, тұрақты тіркес, жыр атаулары айтылды?